Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге Тескуке. Бүгін біз Дандадан атты анименің екінші маусымын қарайтын боламыз. Ең үздік комментарийлер видеоға кіреді, ал комментарий жазбайтындардың пілдері өспейді. Дәстүр бойынша ұрттарыңа құрт лақтырыңдар. Момо қорқып тұр, оны сұр терлі оғаш еркектер қоршап алған. Олар қыздың қолы мен аяғынан ұстап алады. Момоға солардың біреуін таспен ұрып жіберуге қолынан кеп қалады. Тура ыстық бұлақтардың ішінде извращенец еркектердің үстіне қоршау құлап кетеді. Солардың бірі Момоны аяғынан ұстайды. Сол сәтте оның үстіне моншаның қабырғасы құлайды. Момо шокта. Сөйтсе қоршау мен қабырғаны құлатқан турбо мысық екен. Белгілі болады, кемпір Сайко әжемен болған әңгімені тығылып тыңдап білдіртпей Момоның рюкзагына кіріп алған. Сол жерге ыстық бұлақтың қызметкерлері келеді де бүкіл бүліншілікке Кито отбасынан шыққан извращенец еркектерді кінәлайды. Олар қашып кетеді. Момо турбо мысыққа алғыс айтып, Джиджидің ата-анасының үй туралы ойын сұрайды. Окарун мен Джиджи қабырғадағы тесік арқылы көрінетін қорқынышты бөлмені қарап тұр. Жігіттер не істерін білмей тұрғанда есік қоңырауы шалынады. Есіктің ар жағында оғаш еркектерге ұқсас 5 әйел. Әйелдер үстел басына отырып кәмпит пен пішіннен жей бастайды. Әңгімеден түсінгеніміз, бұл ауылдағы жердің басым бөлігіне Кито отбасы иелік етеді. Джиджидің ата-анасы солардың үйді жалға алған екен. Жігіт Окарунға түсіндіреді, ата-анасы ауруханаға түскен соң аренда ақысын төлеуді қойған. Әйелдердің бірі «Мына әшкәрбай кім?» деп сұрайды. Тәтелер айғайлап Джиджиді ел арасында елес пен зұлым рухтар туралы өтірік әңгіме таратып жүр деп кінәлайды. Бір әйел мылтық шығарып жігіттерді қорқытады. Сол сәтте үйге жергілікті участковый Цуру кіріп келеді. Ол ыстық бұлақтағы оқиғадан кейін Кито отбасындағы извращенец еркектерді ақтап алған. Бұл Китоларда ауылда бәрі қолында, тура Қазақстандағы ауыл әкімі секілді. Еркектер Джиджиден сұрайды, «Мұны әшкәрбай кім?» Жігіт жалған айтып, бұл менің ең жақын досым, қонаққа келді дейді. Бір түрлі еркектер Окарунға сынақ өткізеді. Джиджидің сүйікті футбол клубын айтуы керек. Қабырғада плакат ілулі тұр. Сондықтан Окарун Пари Сен-Жермен деп жауап береді. Жауап дұрыс шығады. Китолар сұрайды, «Мына жігіттермен бірге ауылға бір қыз келген екен. Олар күдіктеніп отыр. Әлгі қыз экстрасенс, ал Джиджи өтірік айтып жүр» дейді. Осы кезде Момоцу Тиноконың ғибадатханасына келеді. Манжиро есімді монах төбесімен тұрып амандасады да қызды ішке шақырады. Ол көне аңыз жайлы айтады. Бұл жақта адамдар алып жыланға табынған екен. Ырым бойынша егер Цутиноко жыланы ашықса, жаңартау атқылайды. Сол себепті жергілікті халық балаларды құрбандыққа шалған. Манжоның өзі бұл аңызды жай ғана турист тарту үшін ойлап тапқан миф деп санайды. Ал шынымен сенетіндер жындылар. Момо үйге оралады. Ішінде Кито отбасының ортасында жерде Окарун мен Джиджи жатыр. Ескі үйлерді салсаң күйінерсің, ауыртуымы соғанда үйрене екенсің. Терді ұқтан атып күн батқанша, бала шағаға қайдан тапсам ақша. Балдырғанды ашы өмірден бітартқан, тапшылықпен жұртшылықтан көзі шылынма. Өмір қатан кедейшілік, бұл өмірді одан әрі қиындатқан. Жұмыссыз арақ құмар мас менімде, қылмысқа жақын жат сөздерімде. Мұны заман бір әсер, соңлай нәдәрі бір. Момо алған соққыдан қабырғаны тесіп өтіп қорқынышты бөлменің ішіне түсіп кетеді. Кито арасындағы ең мықтысы шешесі қатын. Олар Момоның ритуалды өткізуге кедергі жасау үшін келгеніне сенеді. Демек ол ауылды жоймақшы. Кито отбасы 100 жылдан бері жыланды қанағаттандырып жанартаудың атқылауына жол бермей келе жатыр. Момо шокта, шынымен адамдарды құрбандыққа шалып жүрме деп. Кито шешесі түсіндіреді, осы үй тұрған жерде ежелден қасиетті құрбандық алтары болған. Үйді жалға алатын адамдарды жылан иесіне құрбандыққа шалатын. Момо тұрған жердің асты жайлап сусылмалы құм секілді опырылып түседі. Рухани қолдарын пайдаланып, қыз шығуға тырысады, бірақ Китолар оны қайта бөлмеге итеріп жібереді. Сол сәтте Окарун мен Джиджи бірнеше Китоны бөлмеге итеріп жібереді. Әшкәрбай Момоға жетуге тырысады, бірақ бүкіл топ бірге жер астына құлап түседі. Төменде үңгірде өткен замандардың тұтас аудандары көмілген. Джиджи тікелей алып жыланның үстіне құлап түседі. Момо мен Окарун Вафиге Кито отбасы қатарға тұрып, өздерінің иесіне сәлем береді. Турбо мысық түсіндіреді, бұл мүлде жылан емес, Огой Хорхой алып жер асты құрты. Окарун бұл туралы оқыған, бұл адам жейтін моңғол құрты. Момо айғайлап, бұл жылан емес дейді. Кито отбасы дұға оқи бастайды, бірақ оларды құрт бірден жұтып жібереді.
Джиджи достарына үйге тығылуды ұсынады. Құрт оғаш дыбыстар шығарады. Джиджи Окаронның қарғысқа толы формаға өткенін көреді. Басынан ұстап, жігіт қатты ауырсынудан азап шегіп жатыр. Дыбыс оны есінен тандырып жатқандай, Джиджи Окаронды тоқтатуға тырысады. Жігіт түсінеді, құрт вибрацияға әсер етеді, бірақ дауысты естімейді. Окарон өлуге рұқсат сұрайды. Джиджи ата-анасының өздерін асып өлтірмек болғанын есіне алады. Ол арқанды қиып үлгерген. Анасы да тура осындай сандырақ айтқан еді. Бұл олгой қорқой құрт бір жолын тауып адамның санасына енетінін білдіреді. Момо әйнек сынығымен өзін өлтірмек болады, бірақ оны турбо мысық құтқарып қалады. Джиджи Окаронды артынан Момоны байлап тастайды. Турбо мысық түсіндіреді. Құрт пси толқындар шығарып адамның санасын басқарады. Момо Джиджиге әйнек сынықтарын лақтырады, бірақ пси толқындар Джиджиге әсер етпейді. Әйнек сынығы оның қолына қадалады. Джиджи Окарон мен Момоны көтеріп үйден шығуға тырысады. Құрт шабуыл жасап қабырғаларды талқандайды. Джиджи есікті теуіп ашады, бірақ баспалдақта сүрініп кетеді. Момо мен Окарон тағы да өзін өлтірмек болады. Кенет олардың және құрттың арасынан бір зұлым рух пайда болады. Момо мен Окарон есін жияды. Турбо мысық айғайлайды. Рухтың көзіне қарамаңдар, ол жаман көз. Құрт қозғалысын тоқтатады. Қарғысқа толы формаға өткен Окарон құрттың басын жұлып тастайды, бірақ оның жаңа басы өсіп шығады. Олгой қорқой шабуылға өтеді. Джиджиге жетіп, жаман көз оның көзіне тіке қарайды. Көп жыл бұрын ауылда ақ шашты бір бала тұрған. Кито отбасы оны жыланға құрбандыққа шалуға шешім қабылдады. Тордың ар жағында отырып, бала сыртта ойнап жүрген басқа балаларға қарап отыратын. Оған тамақты су да бермеген. Түнде китолар баланы бағанға байлап құрбандыққа шалды. Сол әділетсіз өлтірген кінәсіз жан ақыры елеске айналды. Ол біреудің үйіне кірсе, үлкендер өз-өзіне қол салатын. Елесті тек балалар ғана көретін. Балалар ата-анасыз қалғанда кито отбасы оларды құртқа құрбан ететін. Елес қанша тырысса да балаларды құтқара алмайтын. Елес Джиджиді ұстап алады. Жігіт түсінеді, жаман көз ешқандай зұлым емес, ол да өзге құрбандар сияқты жай ғана шалдырап берілген бейшара. Джиджи төмен қарай жүгіреді. Жер асты қаншалықты терең болса, соншалықты ескі үйлер кездеседі. Ең түбінде жабық есіктің ар жағында Джиджи әлгі баланың қураған денесін табады. Осы жылдар бойы Джиджи ата-анасымен бірге сол үйде тұрған кезде жаман оны қорғауға тырысқан. Турбо мысық айғайлайды, жаман көзге сенуге болмайды деп. Кенет Олгой қорқой құсады. Бүкіл бөлме мен жер асты кеңістігін сасық жабысқақ сұйықтық басып кетеді. Окарон жерде жығылып жатыр, қозғалуға шамасы жоқ. Момо рухани қолдарымен шығуға тырысады. Сол уақытта жаман көз Джиджидің денесіне енеді. Жігіттің санасы құрбандыққа шалынатын баланың жатқан камерасында оянады. Ол жай ғана басқа балалармен ойнауды армандаған. Джиджи оған әрқашан жанында болуға уәде береді. Кенет елес Джиджидің денесіне толық еніп кетеді. Ол қорқынышты соққы жасайды да шапалақпен құрттың басын жұлып алады. Джиджидің денесіндегі жаман көз айғайлап, енді адамдарды жою уақыты келді дейді. Ол Момоны қабырғаға лақтырып, аяғымен басып ұстап тұрады. Турбо мысық қиналып жөтеліп жатыр. Жаман көз мәлімдейді, енді бұл дене толығымен соған тиесілі. Сол сәтте Олгой қорқой жаңа бас өсіреді. Жаман көз бүкіл ашуын өшін жинап рухани доп жасайды. Оны футбол добы секілді теуіп, құрттың денесінде тесіктер тесіп шығады. Олгой қорқой қашуға тырысады. Турбо мысық Сейко әженің көк сөздерін еске түсіреді. Ол баяғыдағы Джиджидің ақылды физикалық тұрғыда дамыған мықты аурасы бар бала екенін байқаған. Сондықтан жаман көздің дәл оны таңдауы таңқаларлық емес. Турбо мысық ескертеді, енді Джиджи жау. Oylanmam söyle balatı de kalmasın. Aytılma kalbimın hakkına tıkılasın. Anandıcılarda verilasın. Şamandı gül meylesi Kuanasın kuşerizdi bızı kovasın. Kündüdün kalbimi serim hatasın. Men baskostasın. Verirsin bakarsın. Sen alsın ulan yapamalı kabasın. Vursa uğrarsın. Ustap taşlarsın. Kısa kalsın. Sen de ona kalsın. Akışlara olma bu anasın. Kendime kanatında kıymasın. Mama vaatın gibi kıymasın. Somos demek ki bezlik zamasın.
Окарун Момоны қауіпсіз жерге алып барады, бірақ олар әлі де жер астында. Ашкарбай айтып береді, моңғол құрты тоқпен ұрып улы газ шығара алады. Окарун оқыған, бұл құрттың әлсіз жері ол күн сәулесінен қорқады. Ол Момоға сыртқа шығуды сұрайды, ал өзі Джиджиді ұстап тұруға уәде береді. Қыз Окарунның қолынан ұстап жігіттерді жер астынан алып шығудың жолын табуға ант береді. Окарун Момоны креслоға отырғызып, қарғысқа толы формасымен оны жоғары лақтырып жібереді, катапульта сияқты. Момо рухани қолымен шұңқырдың жиегінен ұстап үлгереді. Сол сәтте Окарунға Джиджи келеді. Үйдің жоғары қабатына шыққан Момо барлық көрпе мен жаймаларды жинап, олардан арқан жасағысы келеді, бірақ жер асты тым терең. Бала кезінде Момо мен Джиджи құрт қазып ойнайтын. Қыздың есіне бір ой келеді, ол плитаны қосып және от жағады. Бүкіл үй отқа оранады. Момо өрт сөндіргішілерді күтеді. Okey, көңілімден опейн, тек көзімнің үстелде baby екен, кімнің кім екен, әр қайсы билет өзіне керегін мүлін күттім келсе бір күтке кірет бұл арена, хабары бір есе көрер жалпы карыда, ал сенің менде десте бар ма ой үнмейда, өзінің мәнін тапсаң басқа біреулерге Улы газдың әсерінен Джиджидің мұрнынан қан кетіп жатыр. Ол қарғыс түрмесін жасап Окарунды соған қамайды. Джиджи өзі оңай ішке кіріп кетеді. Іште орын аз болғандықтан Окарун екпін ала алмайды. Жаман көз оны қатыгездікпен сабайды. Қанға бойылған Окарун қарсыласын басынан ұстап алады. Ол нағыз Джиджи ешқашан Момоға зиян тигізбейтін еді дейді. Соққыдан жалтарып Окарун апперкот жасап, артынан бірнеше жылдам соққы беріп, жаман көзді қарғыс түрмесінің төбесіне шегелейді. Джиджидің бетіне қатты соққы тиіп, ол төбені бұзып, есінен танып ұшып түседі. Окарун пілді жуу керек деп айтып, есінен танып құлайды. Біраз уақыт өткен соң Окарун есін жинап, ес-түссіз жатқан Джиджиді жоғары шығару керек деп шешеді. Біреу боқтап жатқанын естиді. Бұл турбо мысық, ол құрттың құсығында тұрып қалған екен. Окарун оған көмектесуге барады. Жігіт тақтайларды лақтыра бастайды. Пол лава ойыны сияқты, тек лава орнына жабысқа құсық. Бірақ тақтай аударылып кетіп, Окарун құсыққа құлап түседі. Турбо мысық одан сайын қатты боқтайды. Өрт сөндірушілер үйді сөндіріп жатыр. Момо полицейлерге түсіндіруге тырысады. Бұл үйде Кито отбасы адамдарды өлтіріп құрбандыққа шалып келген. Қоқыстар қызды бөлімшеге алып кетпек болады. Момо күннің батып бара жатқанын байқап, жанып жатқан үйге кірмек болады. Жер қатты сілкініп, су жер асты кеңістігіне құйыла бастайды. Олгой қорқой жердің бетіне шығады. Адамдар үреймен жан-жаққа қаша бастайды. Құрт күн астында қалады. Балалық шағында Джиджи Момоға айтып берген, құрттар терісі арқылы тыныс алады деп. Жаңбыр жауғанда жер суға толады да құрттар ауа жұту үшін жоғары шығады. Олгой қорқой үйдің көлеңкесіне тығылып күннен жасырынбақ болады. Момо оған өрт сөндіру көлігін лақтырып жібереді. Құрттың терісі күн астына қуырыла бастайды. Терісі күлбіреп күйіп кетеді. Момо аң-таң болып қарап қалады. Олгой қорқой өледі. Қуанып кеткен Момо оны аяқпен теуіп жібереді. Өлген құрт құсады. Құсықтың ішінде Кито отбасы жатыр. Олар әлі тірі, бірақ Момоға алғыс айтудың орнына Кито шешесі қызды жылан иесін өлтірдің деп кінәлайды. Сол сәтте жер қатты сілкініп, ауыл жері көк айырылады. Вулкан атқылай бастайды. Момо аң-таң, шынымен де Китолар дұрыс айтқан ба, әлгі құрт шынымен вулканды ұстап тұрған ба деп. Бүкіл өңірлерде төтенше жағдай жарияланады. Халықты эвакуациялау басталады. Аспанды қап-қара күл басып қалады. Кито шешесі жылап барлығына Момоны кінәлайды. Ол айғайлап, енді вулканның қаһары бүкіл ауылды жойып жібереді дейді. Момо миында деректерді біріктіруге тырысады. Егер құрт күн сәулесінен кеуіп өліп қалса, неге аңызда аспанға көтерілетін айдаһар туралы айтылған деп. Мүмкін айдаһар бұл жай ғана ыстық бұлақтардағы гейзер болар. Ертеде адамдар гейзердің атқылауы жақында болатын вулканның белгісі екенін білген, бірақ уақыт өте келе аңыздың мәнін Кито сияқты ақмақтар мүлдем бұрмалап жіберген. Момо рухани қолдармен құрттың бір шетін көтеріп, оны таудан төмен қарай лақтырып жібереді. Китолар артынан қуады. Момо өліп жатқан құртты ыстық бұлақтарға дейін сүйреп апарып, оның көтімен гейзерге тығып жібереді. Нәтижесінде кәдімгі шланг сияқты болады.
Момо артқа қарай жүгіріп кетеді. Көкжиекте вулканнан түтін шығып жатқаны көрінеді. Қыз құрттың басын ұстап алып, оны өрт сөндіру шлангысы сияқты қолданады. Лава жайлап төменге ағып, орманда өрт тұтанады. Момо отты сөндіріп жатыр. Сол сәтте кит олар оған шабуыл жасайды. Шешесі айқайлайды. Енді оларда жаңа құдай бар, вулкан иесі. Енді сол құдайға қызды құрбан ету керек деп. Кито алға қарай ұмтылады, бірақ сол сәтте олардың жолына Манжиро секіріп шығады. Бұрын Манжиро Сейко әженің шәкірті болғаны анықталады. Бір апта бұрын ол телефон соғып 3 жеткіншектің келетінін ескерткен. Бірақ Момо храмға жалғыз келгендіктен Манжиро оны жай турист деп ойлапты. Монах кит оларды өзіне алады, ал Момо қайтадан өртті сөндіруге кіріседі. Ол өліп жатқан құртты шланг сияқты айналдырады. Кенеттен құрттың денесі бірдеңе лазермен тесіп өтеді. Сол сәтте Джиджи пайда болады. Көз тимесін күйінде. Момо одан тоқтауын сұрайды, бірақ жаман көзге бәрібір. Джиджи денесінде отырған жын өте күшті болғандықтан Манжиро оған қарсы бірігуді ұсынады. Үшеу шабуылдардан жалтарып жүгіреді. Монах Момоны соққыдан құтқарып қалады. Кито шешесі Чоку Цуки соққысын жасайды, ал Манжиро Джиджиге подножка жасап қалады. Момо досын рухани қолдармен байлап көрмек болады, бірақ ол оларды оңай жыртып жібереді. Джиджи Момоға секіреді. Сол сәтте көмекке біздің шетелдік боксшысы келеді. Жоғарыдан ұшқыш тарелкамен Тароның үстінде тұрып Сейко әже түседі. Жаман көз болып жатқан оқиғаны бақылап тұрады. Сейко Манжироға дұға оқуын бұйырады. Ал өзі төменге секіреді. Көз Тароның денесін ұрып жарып жібереді де оның бір бөлігінен тұмарды байқайды. Дұғаның әсерімен Тароның бөліктері Джиджидің денесін манекеннің ішіне мөрлейді. Момо аузын ашып аң-таң болып қалады. Сейко әже жаман көзді тұтқындап алды. Кейін өртті сөндіруге шланг құрт пен ұшқыш тарелка көмектеседі. Боксшының ұлы Чикитита ат салсады. Сейко Манжироны ұрсады, ал өзін ақтап бұйрықтар анық емес болды ғой дейді. Таро ағзаларын қолында ұстап жүр, өйткені Джиджидің кесірінен манекеннің ішінде орын жоқ. Момо мен боксшы үйге қарай жүгіреді. Окарун мен Турбо мысықты құтқару керек. Қыз Ашкарбай үшін қатты алаңдайды. Боксшы бұл жер асты кеңістігінің лавамен толып кеткенін көреді. Ол сене алмайды, шынымен Окарун қаза тапты ма деп. Ағаш тақтайларды қолына алған Момо Чикититадан сілекей шашуды сұрайды. Қыз лаваға сүңгімек болады, бірақ сол сәтте ұшқыш тарелка лаваның ішінен алып жұмыртқаны шығарып, оны сілекеймен сөндіреді. Ішінде бір-біріне құшақтасқан Окарун мен Турбо мысық жатыр. Момоның көзіне жас шығады. Турбо мысық боқтап жатыр қатты. Сөйтсе Окарун мен мысық құрттың құсығының ішінде мөрленіп қалыпты. Сол құсық лаваны өткізбей екеуін тірі сақтап қалған екен. Окарун кешірім сұрап құсықтан шығып келе жатып бетімен Момоны емшектеріне қадалады. Көзінде жас. Момо құдайға алғыс айтады. Ашкарбай тірі қалды. Солай достар, егер біздің видеоларымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдаңыздар. Айтпақшы, таза піл денсаулықтың кепілі. Қарағандарыңызға рахмет, қоштаспаймыз.